Түркістан қаласында байдарка мен каноэде есуден ересектер арасындағы Қазақстанның көктемгі чемпионаты басталды. Олимпиадалық стандарттарға сай еске есу каналында жалауын көтерген бұл додада еліміздің 11 өңірінен жиналған 90-ға жуық үздік спортшы бақ сынайды. Жарыстың салтанатты ашылу рәсіміне Түркістан облысы мен Шымкент қаласының еске есу және желкенді спорт қауымдастығының шақыруымен Азия байдарка және каноэде есу конфедерациясының бас хатшысы Джей Ким арнайы қатысты. Ол қатысушыларға сәттілік тілеп, жарыстың маңыздылығын атап өтті. Чемпионаттың алғашқы күні спортшылар 200 метр қашықтықта өзара мықтыны анықтауға тырысты. Байрақты бәсеке 6 сәуірге дейін жалғасады. Айта кетейік, бұл чемпионат Азия біріншілігіне іріктеу болып саналады. Жарыс жеңімпаздарды 8-10 мамыр күндері Қытайдың Нанчань қаласында өтетін Азия чемпионатында көре аламыз. Олар ел намысын сол жақта қорғайтын болады. Мен еске есу спортымен 9 жылдан бері айналысамын. Еске есуден Азия чемпионатының жүлдегерімін. Бүгінгі жарысқа жақсы дайындықпен келдік. Бұйырса, жеңіс тұғырынан көрініп, алдағы Азия чемпионатына барамыз деген жоспарымыз бар. Түркістан에 이 지어진 경기장은 Қазақстанда су спорты қарқынды дамып келе жатыр. Бүгінгі ел чемпионаты соның бір көрінісі. Жарыс өтіп жатқан олимпиадалық стандартты еске есу каналы халықаралық талаптарға сай салынған. Алдағы уақытта Түркістан су спорт ойындарының орталығына айналады деп сенемін. Қазір келесі жылғы Азия чемпионатын осы Түркістанда өткізу бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр.